Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып 5-ші бөлім. Бүгінгі тақырыбымыз отбасым өнерлі. Бүгінгі сабақтың мақсатымен таныс болайық. Балалар, әдеттегідей жаңа сөздерге назар аударамыз. Өнер, белгілі, зергер, сырға, күміс, кілем, көрме, ою. Жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Новые слова запишем в тетрадь. Енді жалғауларға назар аударайық. Теперь обратите внимание на окончание. Мен өнерлімін. Я талантливая. Бұл бізде жіктік жалғауы. Это личные окончания. Сен өнерлісің. Ты талантливая. Сіз өнерлісіз. Вы талантливая. Ол өнерлі. Он или она талантливая. Енді көпші түрі. Теперь во множественном числе. Біз өнерліміз. Мы талантливые. Сендер өнерлісіңдер. Вы талантливые. Сіздер өнерлісіздер. Вы талантливые. Олар өнерлі. Они талантливые. Произнесите правильно. Жаңа сөздерді дұрыс айтайық. Өнер, белгілі, сырға, күміс, көрме, кілем. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз өнерлі отбасы деп аталады екен. Моя семья талантливая. Енді суретке қарайық, балалар. Теперь посмотрите на картинку. Атам белгілі зергер. Әкем домбыра тартады. Отец играет на домбре. Зергер не істейді? Зергер әртүрлі сырғалар жасайды екен. Екінші тапсырма. Оқы, өз отбасың туралы айт. Менің отбасым өнерлі. Моя семья талантливая. Атам белгілі зергер. Дедушка известный ювелир. Зергер. Ол кісі күмістен сырға жасайды. Он из серебра делает серьги. Сырға. Әкем домбыра тартады. Отец играет на домбре. Ағам суретші. Старший брат художник. Інім ән айтады. Младший брат поет. Анам киім тігеді. Моя мама шьет одежду. Мен пианинода ойнаймын. А я играю на пианино. Біз өнерлі отбасы байқауына қатыстық. Мы участвовали на конкурс «Талантливая семья». Біз екінші орын алдық. Мы получили 2 место. Атасы зергер. Ол сырға жасайды. Әкесі домбыра тартады. Ағасы суретші. Өзі пианинода ойнайды екен. Анасы киім тігеді. Енді балалар 3-ші тапсырмаға көңіл аударайық. Это устное задание, говорение. Ответьте на вопросы. Өзіңді тексер. Проверь себя. Оның отбасы қандай? Оның отбасы өнерлі. Дұрыс. Оның атасы зергер ме? Я. Оның атасы зергер. Ол неден сырға жасайды? Ол күмістен сырға жасайды. Күмістегіміз не еді? Дедушка из серебра делает серьги. Жақсы. Әкесі не тартады? Әкесі домбыра тартады. Немесе әкесі домбырада ойнайды деп айтамыз. Олар қандай байқауға қатысты? Олар өнерлі отбасы байқауына қатысты. Ребята, мы ответили на вопросы. Өзімізді тексердік. Проверили себя.
мәтін бойынша жұмыс жасалды. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі жазылым тапсырмасына көшейік. 4-ші тапсырма, қажетті қосымшаны қойып жаз. Мысалы, например, ол өнерлі отбасы байқауына қатысты. Осылайша қажетті қосымшаларды дұрыс жалғап жазамыз. Следующее задание у нас устное задание. Диаграмманы толтыр. Өнерлі отбасы қандай болады екен? Өнерлі отбасы. Талантливая семья. Диаграммасын толтырамыз. Запомните диаграмму. Менің атам қандай? Атам зергер. Інім ән айтады. Анам тігінші. Ол киім тігеді. Ағам суретші, художник. Әкем домбырада ойнайды. Осы тәртіппен диаграмманы толтырамыз. Жақсы балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Кері байланыс берулеріңді сұраймын. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.